Hello students, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 4-ші сыныпқа арналған People's Book кітабының 62-63 беттеріндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Our world, біздің әлем. High-tech buildings, жоғары технологиялық ғимараттар. Exercise number 28, listen and read, тыңда және оқы. Бәйтерек tower, бәйтерек мұнарасы. Look, қара. This is Бәйтерек Tower. Бұл Бәйтерек мұнарасы. This is a very famous building in Нұр-Сұлтан. Бұл Нұр-Сұлтандағы өте танымал ғимарат. It looks like the golden egg of the magic bird самұрық on top of a tree. Ағаш басындағы самұрық құстың алтын жұмыртқасына ұқсайды. The tower is 97 meters tall. Мұнараның биіктігі 97 метр. You can take great pictures from up there and you can see the whole city. Ол жерден керемет суретке түсіп, бүкіл қаланы көре аласыз дейді. At night, Бәйтерек Tower changes colors. Түнде Бәйтерек мұнарасының түсі өзгереді. They use computers to do this. It is fantastic. Мұны істеу үшін олар компьютерлерді пайдаланады дейді. Бұл керемет. Екінші мәтінді оқиық. The jargon of the 30 State Mary Axe is a skyscraper in London. Гherkin дегеніміз ол Лондондағы ең зәулім ғимарат. It opened in 2004 and it is 180 meters tall. Ол 2004 жылы ашылған екен және оның ұзындығы 180 метрді құрайды. You can see it from 30 kilometers away. Сен оны 30 километр қашықтықтан көре аласың. There are 18 lifts in the Gherkin. Мұнда 18 лифт бар екен. They can go very fast. Олар өте жылдам жүреді. If you don't like lifts, there are 1037 steps. Егер сен лифттерді ұнатпасаң, мұнда 1037 қадамнан тұратын баспалдақтар бар. The Gherkin is very famous and you can see it in some films too. Gherkin ол өте танымал және оны кейбір фильмдерден де көруге болады. Келесі exercise number 29, read and choose. Оқы және таңда дейді. Бірінші сөйлем. Бәйтерек Tower is taller or shorter than the Gherkin. Бәйтерек мұнарасы Gherkinге қарағанда қысқарақ shorter, немесе ұзынырақ taller. Жауабы бізде shorter, қысқарақ. Екінші сөйлем. There are 1307 steps in the Gherkin. Gherkinде 1037 немесе 1307 қадамнан тұратын баспалдақ бар дейді. Жауабы бізде 1037, 1037. Үшінші сөйлем. Бәйтерек Tower looks like an egg bird on top of a tree. Бәйтерек мұнарасы құстың жұмыртқасына ұқсайды. Egg. Жауабы. Келесі. The Gherkin has got 80 lifts that can go very fast, slow. Gherkinде өте жылдам немесе баяу жүретін 18 лифт бар. The Gherkin has got 18 lifts that can go very fast. Gherkinде өте жылдам жүретін 18 лифт бар. Exercise number 30. Find information about a high-tech building. Жоғары технологиялық ғимарат туралы ақпарат табыңыз. Where is it? Бұл қайда? How tall is it? Ұзындығы қандай? What does it look like? Ол неге ұқсайды? Make a project or a PowerPoint presentation, present it to the class. Жоба ретінде немесе PowerPoint-та презентация ретінде жасап, сыныбының алдында көрсетеді. Burj Khalifa is the tallest building in the world. Бурдж Халифа әлемдегі ең биік ғимарат. The height of the skyscraper located in Dubai is 828 meters, which is 163 floors.
Дубайда орналасқан зәулім ғимараттың биіктігі 828 метр, яғни 163 қабат. Its shape resembles a stalagmite. Оның пішіні сталагмитке ұқсайды. The opening ceremony took place on January 4, 2010. Ашылу салтанаты 2010 жылы 4 қаңтарда өтті. Келесі бізде checkpoint 4. Exercise number 1, read and number. Оқы және номерле. 0-ші бізде мини-бас, мини-автобус, бұл бізде A суреті. Трам, трамвай, трамвай, бізде I суретінде. 2-ші plane, ұшақ, бізде D суретінде. 3-ші бізде hot air balloon, ыстық әуе шары, бізде 3-ші суретте. Underground, бұл бізде F суретінде. 5-ші бізде scooter, C суретінде. Exercise number 2, look, read and complete. Қара, оқы және толықтыр. Жоғары жақта суреттер көрсетілген, сол суретке қарап, біз кімнің қандай маман иесі екенін табуымыз қажет. 0 деген суретке қараймыз, ол бізде медбике. Mrs. Olivia is a nurse. Оливия ханым медбике. Енді бірінші суретке қараймыз. Mr. Нұрбаев is a builder. Нұрбаев мырза құрылысшы. 2-ші суретке қараймыз. Mr. Оспанов is a photographer. Оспанов мырза фотограф. Mrs. Омарова is a singer. Омарова ханым әнші. 4-ші Mr. Абуов is a dentist. Абуов мырза тіс дәрігері. 5-ші Mrs. Иванова is a mechanic. Иванова ханым механик. 6-ші Mr. Искаков an electrician. Искаков мырза электрик. 7-ші Mrs. Калиева is a waitress. Каливия ханым даяшы. Mr. Попов is a programmer or gamer. Попов мырза бағдарламашы немесе ойыншы. Exercise number 3, read and choose. Оқы және де таңда. 0-ші сөйлем, our car is a bigger than yours. Біздің көлік сенікіне қарағанда үлкенірек. 1-ші сөйлем, this one is very long. Бұл фургон өте ұзын. Бұл жерде A вариант long болады. 2-ші сөйлем, which is the safest means of transport. Қайсысы ең қауіпсіз көлік құралы? Бұл жерде C варианты. Traveling by ferry is slower than traveling. Бұл жерде бізде B варианты жауабы. Пароммен саяхаттау, пойызбен саяхаттағанға қарағанда баяуырақ. 4-ші trams in this city are worse than in my city. Бұл қаладағы трамвай менің қаламдағы трамвайға қарағанда нашар. A holiday by the sea is better than a holiday in the mountains. Таудағы саяхатқа қарағанда теңіздегі саяхат жақсырақ. 6-ші which is the easiest way to get around Нұрсұлтан. Нұрсұлтанды айналып өтудің ең оңай жолы қандай дейді. Бұл жерде дұрыс жауап C варианты.